Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің аты жөнім Ғазиза Ниязалиевна. Мен сендерге бүгін әдебиеттік пәнінен жаңа сабақ өтем. Жаңа сабағымыздың тақырыбы ғарыштан адам не іздейді? Олай болса, сабағымыздың мақсатына келейік. Сабағымыздың мақсаты оқу түрлерін қолданамын, түрлі дереккөзден ақпарат аламын. Ал балалар, сабағымызды пікіріңді айтары бойынша мен сендерге сұрақ қояйын. Сен ғарышқа не үшін ұшар едің? Ал жауап беріңдерші. Олай болса, сендер сияқты балалар былай деп жауап берді. Аспан әлемін, планетаны, жұлдыздарды көру үшін ұшамын дейді. Сендер келісесіңдер ме? Ал олай болса, екінші сұрақ. Балалар, олай болса, қазақтың ғарышкерлері не үшін ұшты деп ойлайсыңдар? Ал осы сұраққа сендерге мен жауап берейін. Ғарыш жаңа технология, қазіргі IT, ақпараттық технологиялар заманы. Олай болса, ғарыштан түсірілген суреттер, төгілген мұнайды, шаңды, дауылдың қозғалысын, қардың қалыңдығы мен ылғалдылықты анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әдістің ел экономикасы үшін маңызы зор. Жаңа тәжірибелер Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаевтың ғарыш орбитасында жүргізген зерттеулердің жалғасын Айдын Айымбетов жүргізді. Міне балалар, біз ғарышқа не үшін ұшатынын білдік. Ал енді мен сендерге сұрақ қояйын. Ғарыш әлемінде өзіңді не қызықтырар еді? Осы сұраққа жауап беруді ұмытпаңдар. Олай болса, балалар, біз бүгін Байбота Қошым Ноғай атты ақын жазушымен танысамыз. Байбота Қошым Ноғай жазушы, ақын. Балаларға арнап өлең, жаңылтпаш, жұмбақтар жазған. 1954 жылы дүниеге келген. Таңертеңгі тәтті түс, мамандықтың бәрі жақсы сияқты кітаптары бар. Қасқыр мен жеті лақ, Маша мен аю сияқты шетел ертегілерін қазақ тілінде аударған. Олай болса, біз Байбота Қошым Ноғай жазған Жарайсың Айдын аға атты өлеңмен танысамыз. Балалар, түсініп оқайдар бойынша бірінші мен оқиын, ал сендер менімен бірге жалғасып қосылып оқып отырыңдар. Ал бастай. Мақтанып жүр ел бүгін, менің батыр ұлым деп, Айдын аға ерлігін айтады ұрпақ күлім деп. Тоқтар, Талғат, Айдынның жолын әлі-ақ жалғаймыз, орбитасын ай күннің айналып біз самғаймыз. Халқымыздың айбынды, ұзақ күткен арманы, қарсы алып көк айдынды, ғарышты елім шарлады. Міне, бұл жерде біздің қазақ ғарышкерлері туралы айтылып отыр. Айдын Айымбетов, Тоқтар Әубәкіров және де Талғат Мұсабаев туралы. Олай болса, біз тыңдалым айдары бойынша Айдын Айымбетов пен Талғат Мұсабаевтың өмірбаяны туралы тыңдайық. Ғарыштан адам не іздейді? Айдын Айымбетов пен Талғат Мұсабаевтың өмірбаяны туралы тыңда. Айдын Айымбетов 2012 жылдың 12 қазанында Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы негізінде Қазақстан Республикасының ғарышкері дәрежесі берілді. 2015 жылы 2 қыркүйекте 2 борт инженер ретінде көліктік пилоттанған Союз ТМА-18М кемесімен Байқоңыр ғарыш айлағынан халықаралық ғарыш станциясына аттанды. Айдын Айымбетов ғарышта 10 күн болып маңызды зерттеулер жүргізді. Марапаттары: ғарыш кеңістігін игеруге сіңірген аса зор еңбегі, ғарышқа ұшу кезінде көрсеткен батырлығы мен ерлігі үшін
Қазақстан Республикасының ғарышкері Айдын Ақанұлы Айымбетовке халық қаһарманы атағы, алтын жұлдыз айрықша ерекшелік белгісі отан ордені берілді. Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев. Рига азаматтық авиация инженерлері институтын және Ақтөбе жоғары ұшқыштар училищесін бітірген. Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының ұшқыш ғарышкері, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы және Ресей Федерациясының батыры, авиация генерал-лейтенанты, гимнастикадан және ұшақ спортынан КСРО спорт шебері, КСРО чемпионы, техника ғылымдарының докторы, экология, Қазақстан Халық Академиясының академигі, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Америка Құрама Штаттары облыстарының, қалаларының, аудандарының құрметті азаматы. Балалар, біз ғарышкерлердің өмірбаянымен таныстық. Олай болса, біз Тұманбай Молдағалиевтің «Ғарыш қыраны» атты өлеңмен танысамыз. Ал балалар, бұл өлеңді де бірінші мен оқиын, сендер менімен бірге қосылып оқуды ұмытпаңдар. Ғарыш қыраны. Биікке құмар жан едік, биіктен ғана нұр күткен, қуантып бүгін бар елін, барады көкте бір нүкте. Қарайды көкке бар әлем, қызықтап жолын сұңқардың, жақсы еді шіркін не деген, қыран боп көкке шырқар күн. Болашақ маған жақын кел, жақсылық сырын түсіндір, ғарышқа ұшқан батырмен жүрегім бірге ұшып жүр. Бір нүкте емес, бір жүрек, барады ғарыш жолымен, қарайды ана елжіреп, қалқалап күнді қолымен. Келешек ұшып жүр көкте, жарқырап жанды жасарман, қарайды әлем құдіретке, ғажапқа қолмен жасалған. Бақыты үшін бар адам, өнердің таңы атыпты, тек ұшу үшін жаралған, адамдар қандай бақытты, деп мақтаныш сезіммен Тұманбай Молдағалиев «Ғарыш қыраны» атты өлеңін жазған екен. Ал балалар, келесі осы өлең шумақтарынан ақынның сезімін білдірген сөздерді тап дейді. Олай біз әрбір шумақта қандай сезімі білдіріп тұр? Мақтаныш сезімі, сенім, шаттық, қуаныш, ризашылық әрбір шумақтан қандай сезім білдіргенін сендер іздеп табуды ұмытпаңдар. Олай болса, енді түсіндір айдары бойынша қарайды әлем құдіретке, ғажапқа қолмен жасалған деген сөзді қалай түсінесіңдер? Және байқоңыр туралы айтуды ұмытпаңдар. Ал енді қорытындылы айдары бойынша балалар, болашақ, келешек, құдірет, ғажап, арман, өнер, самғау деген сөздерді пайдаланып, өлеңдердің негізгі ойын түсіндіріңдер. Мысалы, мен сендерге біреуін түсіндіріп өтейін. Құдірет. Ғарышқа ұшу неге құдірет дейміз? Өйткені кез келген адам ғарышқа ұша алмайды. Ұшу үшін адамға не керек? Батыл болу керек, ер жүрек болу керек. Мысалы, Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов сияқты бізге батылдық, ер жүрек керек екен. Міне осы сияқты әрбір сөзге не істейміз? Ақынның өлеңіндегі негізгі ойды түсіндіріп айтамыз. Ал олай болса, үйге тапсырма. Бір қазақ ғарышкерінің өмірбаяны туралы оқып, әңгімелеуге дайындалыңдар. Және де енді білген академия сайтына кіріп, тест деген бөліміне барып, осы тақырып бойынша қаншалықты меңгергендеріңді, осы тақырыпта қаншалықты меңгергендеріңді білу үшін тест тапсыруды ұмытпайық. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.